Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте нәзік болып шығатын сметанник дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдымен сметанниктің тестісін дайындап аламыз. Бізге 300 грамм ұн, сахарная пудра қажет 100 грамм. Одан кейін 1 сливочный берега, 1 шай қасық разрыхлитель, 1 жұмыртқа қажет. Алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнды, сахарная пудраны және қопсытқышты. Енді құрғақ ингредиенттерімізге сары май мен жұмыртқамызды қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Мінекей қамырымыз осындай өте жұмсақ болып шықты. Мен бұл қамырдың қазір жартысын пайдаланамын. Жартысын морозильникке, целлофанға немесе пищевая пленкаға орап салып қоямын. Келесі бір сметанник немесе тағы бір пирог жасағанда қолданатын боламын. Егер сіз көлемін үлкен қылып формаңыздың және де қамырының қалың болғанын қаласаңыз, онда барлығын қоса берсеңіз болады. Мен диаметрін 20 см етіп алдым. Сіздер бұдан үлкендірек етіп, барлық қамырды қолдансаңыздар болады. Мен жарты қамырды ғана қолдандым. Барлығын осылай жайып аламыз. Сметанниктің начинкасын дайындайтын боламыз. Мен диаметрін азғал етіп алғандықтан 300 грамм сметана, 80 грамм қант, аздап ванилин, 3 жұмыртқа қосып барлығын жақсылап араластырдым. Егер сіздер барлық қамырды қолданатын болсаңыздар, онда 400 грамм сметана, 4 жұмыртқа қолданасыздар. Бұл жерде міндетті түрде сахарный пудра қолданған дұрыс. Менде болмағандықтан қанттың өзін қолдандым. Начинкамыздың концентрациясы осындай болады. Оны тестіміздің үстіне құйып, дайын болған сметаннигімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің сметаннигіміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады, әрі дәмі керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәделеріңізге жарасын. Видео түсінікті болды деген ойдамын.